Қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы, философы, композиторы, ойшылы, қоғам қайраткері, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және тұңғыш классигі Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай және халықаралық жастар күніне арналған Абай мұрасының тәрбиелік мәні, тағылымдық бағыт-бағдары облыстық конференциясы өтуде. Абай, өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Абай Құнанбаев, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ел жеткен сон түспеді осы ма? Қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөпсермесем өстермедім. Абай Құнанбайұлы есек пен бұлбұл. Ойған есек шөпті оттап маңайдағы. Соңырқап шатқа кетті қайдағы. Тентіреп, өлкен өрлеп келе жатып. Жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. Сен бісің, ақын бұлбұл жаңа көрдім. Атыңа жұрт мақтаған құмар едім. Бір сайрап, берсең қалқам өзім естіп. Рас бекен жұрттың сөзі сынар едім. Өнерге салды бұлбұл сондаңратып, шыңғыртып, шымырлатып, сорғалатып, мың түрлі күйге салып толқытқанда, маңайда жан біткенді таңырқатып.